Баршаңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма тіркеліп, маған қолдау көрсетіп, лайк, комментарийларыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Мен бүгін оңай әрі дәмді балаларымның сүйіп жейтін тортын дайындаймын. Ол үшін 5 жұмыртқаны шағып, таза құрғақ ыдысқа осылай шағып аламын. Секерімді қосып, ұнымды салып, қопсытқышты салып, шайқайтын боламын. Өте оңай, қарапайым, дәмді торттардың бірі. 5 жұмыртқаны үй жағдайында жылы жерде жылытып аламыз. Жылы болу керек, сонда жақсы шайқалатын болады. 5 жұмыртқаны бірінші өзін араластырып алып, содан кейін барып қантымызды жай-жаймен салатын боламыз. Біркелкі араласқаннан кейін осылай қантымызды салып, 2 есе ұлғайғанша ерінбей 10 минут, 12 минут уақыт кетеді. Ақ пенка болғанша осылай араластырамыз. Өз формасын ұстап тұратындай аппақ ақ көпіршік болып қоюланғанша араластырамыз. Міне осылай араласты. Енді ұнымызға қопсытқышымызды қосып, електен өткізе отырып, жай-жаймен ұнды салып, астынан үстіне қарай айналдырып, ұнымызды қосып отырамыз. Ұнымызды жылдам қосып, араластырып, пешке жіберуіміз керек. Егер жай араластырып, немесе тұрып қалатын болса, жұмыртқамыз басылып қалатын болады. Осы кезде пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Пешімді қосып қойдым. Енді осы ұнды ерінбей жай-жаймен қосып, астынан үстіне қарай айналдырып, бір бағытта көтеріп араластырып отырамыз. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менің каналымда өте көптеген тағамның түрлері, тәтті салаттың түрлері бар. Өте қарапайым, үйде бар ғана заттармен жасалатын оңай рецепттер. Осы тортты сіздер де жасап көріңіздер. Қарапайым, шайға өте күшті, дәмді торттардың бірі. Өзіңіздің қалауыңызға қарай әсемдеп, сәндеп шайға ұсынсаңыз болады. Осылай астынан үстіне қарай, арасында ұн қалып қоймау керек. Араластырып болғаннан кейін осылай табаға ешқандай майламай, фольгаға табаны орап, осылай құятын боламыз. Осылай жақсылап құйып аламыз, бір тегіс қылып, бетін тегістеп, бір-екі қағып жайғастырып аламыз. Осылай бір-екі ұрып жіберсеңіздер, арасында ауа қалмай, кішкене көтерілгенде жақсы болады. Пешімізге салдық, 30 минутта пісіп шығады. Оған дейін арасына жағатын, үстіне жағатын өзіңізге қажетті мөлшердегі кремді дайындап алсаңыз болады. Осылай кремді дайындадым. Әдеттегідей сливки, творожный сыр, қант ұнтағын қосып, осылай шұңғыл ыдысқа жан-жағына шашырамау үшін осылай ыңғайлы қылып жасап алдым. Қою болғанша
араластырып алдым. Міне пирогымыз пісіп шықты. Енді осы пышақтың көмегімен екіге бөліп аламын. Сіздер де өз қалауыңызға қарай безендірсеңіздер болады. Ортасына толық крем жағып шығамын. Дүкеннен қымбат торттарды сатып алғанша осылай үйден жұмыртқа мен секерді араластырып өзіңізге дәмді торт пісіріп алғаныңыз жөн. Арасына міндетті крем жасау үшін сливки қажет емес. Мен үйде сливки бар болғасын жасап жатырмын. Егер де сіздерде сливки, творожный сыр жоқ болса, сары май мен сгущенка қоссаңыз да болады. Өзіңіздің қалауыңызға байланысты крем жасап алсаңыз болады, варенье қоссаңыз болады деген сияқты. Осылай ортасына тегістеп жағып алдым да, қалған үстіне осылай тегістеп жағып шықтым. Мен де қатты торт жасап білмеймін, бірақ барынша өзім қолдан жасап жегенді ұнатамын. Әрине асығыс кезде, енді аяқ астынан қонақ келіп қалған кезде сатып алуға болады. Бірақ алдын ала қонақ келетінін білсеңіз, немесе қонақ күтетін болсаңыз, осылай өзіңіздің қолыңыздан печенье, торттарды, тәттілерді жасаған дұрыс деп ойлаймын. Менде торт жасайтын әртүрлі құралдар жоқ болғандықтан осылай фольгаға төсеп, тортты жан-жағы жағылып кетпеу үшін осылай қағазға төсеп жасап жатырмын. Шоколад дәмін беріп тұрсын деген оймен Қазақстан шоколадын ерітіп, сары май қосып, осылай үстіне жақтым. Егер сіздерге ұнаса, осылай шоколад жағылған күйі қалдырсаңыздар да болады. Егер шоколадтың дәмі беріп тұрсын десеңіздер, ортасына қоссаңыздар да болады. Мен шоколадты жағып болғаннан кейін үстіне ақ креммен тағы да жауып үстін тегістеп тастадым. Себебі Қазақстан шоколадты қышқыл болғандықтан маған көп шоколадный торт көбіне көп ұнай бермейді. Сондықтан тек арасына дәм беріп тұру үшін осылай азғантай қостым. Қалған кремді осылай үстіне жағып тегістеп шықтым. Сәл дәм беріп тұру үшін осылай тек шоколад қостым. Енді барынша әсемдеп сәндеуге тырыстым. Осылай құлпынай қосылған, қолдан жасалған вареньенің сиробын осылай шетіне қойып, қазір оны мұздатқышқа қойғанда креммен бірге сіңіп, өте дәмді, жұмсақ торт болады. Сондықтан шетіне осылай қойып шықтым. Енді үйдегі бар жеміс жидекпен осылай сәндеп, әдемі торт шықты. Осылай сәндеп шықтым. Шайға ұсынсаңыз болады, холодильникке 1 сағатқа қойсаңыз болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.